Бүгін бір жылаған күнім болды. Неге? Өйткені біз той балдың ашылуына әртістер шақыратынбыз, блогерлер шақыратынбыз, әйтеуір қолдан келгенше бір жақсылық жасауға тырысатынбыз. Бүгінгі 4-ші той балдың ашылуына жетімдер үйінен балдар шақыртып 75 бала. Сонымен ішінде бір сөп сүйкімді әп-әдемі бір мәдениеті деген өте жоғары бір кішкентай қыз. Көзім түсіп кетті дағыны. Жаным ана қыздың сұлуын айт десем, мәдениетті екен деп айтып жатырмын ғой тәрбиешілеріне. Сөйтсем тәрбиешісі айтады, бұл қыздың тағдырын айтайын ба сізге. Бұл қыздың ата-анасы өте бай кісі дейді. Байлар тұратын район тұрады Алматыда. Иә. Сонымен бұл қыз туылған кезде аяғы қисық болып туылған. Сөйтіп сол қисық болып туылған үшін егіздің сыңары екен. Егіздің сыңарының біреуін алып қалғанда біреуін сол аяғының қисықтығы үшін әкеп өткізіп кеткен. Кейін біз қыз өсе келе спонсорлар тауып, қыздың аяғын операция жасап, ата-анасына болды, қызыңыздың аяғы түзелді, қайтадан алсаңыздар болады деген кезде, ата-анасы бұл қыз бізге керек жоқ деп бас тартты дейді. Андай ішің өртеніп кетеді екен. Сосын 5 ағайынды баланы өткізіп кеткен. Ішінде біреуі аутист. Бала жанында қарындасы бар екен. Қыз бала жаным жүрегімнен айналып кетейінші. Ана ағасына тамақтандырып, қайта-қайта аузын сүртіп, ана аутисті білем ғой, біздің үйде бар ғой. Сонша қарап отырды. Әй, қара көздерім, қазақтың қыздары, қазақтың ұлдары. Жаным жүрегім ай, жүрегім ай. Сонымен бүгін жылайтын күн болды.